Баршаңызға сәлем. Мен бүгін керемет осындай пицца жасайын деп жатырмын. Оның құрамы өте қарапайым, өзі 5-ақ минутта дайын болады. Қажетті заттарды да өте аз, қолжетімді пицца. Оның дәмі керемет және тез пісетін болғандықтан мен бұны үйде жиі жасаймын десем де болады. Бұны үйде барлығы сүйсініп жейді. Жолдасым да, балаларым да күнде пицца жасап бер деген кезде осы пиццаны жасап беремін. Бұл үшін бізге қажетті заттар: қызанақ, қияр, 9 қасық ұн, ас қасықпен, және сыр, және қатық, қолдың қатығы немесе басқа да қатықтың түрлері бола береді, кетчуп және майонез. Өздеріңіздің қалағандарыңызша қосасыздар. Және де бізге тағы 2 жұмыртқа керек. Алдымен біз 2 жұмыртқамызды ыдысқа жарып аламыз. Оның үстіне майонез қосамыз. Осылай шамамен үлкен ас қасықпен 2 қасықтай майонез қосамыз да 1 кеседей қатығымыздан құямыз. Барлығын құйып болғаннан кейін араластырамыз. Осы 3 ингредиент толық араласқанша әбден бір қалыпты араластырамыз. Және тұз қосуды ұмытпаймыз. Барлығын біркелкі әдемілеп араластырамыз. Осындай сұйықтық шықты. Және үстіне жаңағы 9 қасық ұнымызды санап тұрып қосып шығамыз да осыларды араластырамыз. Біркелкі арасында түйіршіктеліп қалған ұн болмау керек. Біркелкі әдемілеп араластырамыз. Осындай бізде қамыр шықты, пиццаның қамыры шықты. Дәл осылай видеодағыдай көріп жасасаңыздар керемет шығады. Міне, мен біркелкі барлығын араластырдым. Ал енді біз қиярды тураймыз. Мен осылай турадым. Өздеріңіз қалағандарыңызша турасаңыздар болады. Және қызанақты да мен осылай етіп турадым. Сырды үккіштен өткізіп алдым. Және жаңағы қамырымызды табамызға барлық жерін тегіс біркелкі етіп жайып шығамыз да үстіне кетчупымызды салып, осы щетканың көмегімен барлық шетіне жеткізіп жағып шығамыз да оның үстіне алдымен қызанақ арқылы пиццамның бетін әрлеп шығамын. Және өздеріңіз басқа да заттарды қалағандарыңызша қоссаңыздар болады. Шұжық қоссаңыздар болады. Тұздалған қияр қоссаңыздар да болады. Мен осындай қызанақ қостым және оның үстіне қияр қосамын. Фаршты да қорып қоссаңыздар болады. 4 минут осыны қайнатып аламын, жай отқа қойып. 4 минуттан кейін қақпағын ашып, осылай үстіне сырларымды барлық жеріне жететіндей қылып, сырларымды жауып шықтым. 1 минуттан кейін менің уже пиццам дайын болады. Міне менің пиццам дайын. Түрі де керемет, сыры созылып әдем болып тұрады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса комментарийға жазып кетіңіздер. Егер менің рецептімді пайдаланып жасаған болсаңыздар, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Және лайк басып қойыңыздар. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қыздар менің арнамнан неше түрлі дәмді керемет тамақтар